қайырсыз істің соңына түспе. Бағдат базарында ханшайым келе жатыр деген зор дауыс естілді. Бұл әдетте сұлтанның отбасы базар аралап келген кезіндегі сарай күзетшілерінің дауысы болатын. Бұндай дауысты естіген кезде базар аралап жүрген халық тасаланып, саудагерлер бастарын төмен қаратып тұруы керек еді. Бұл жолы базар тіршілігінің астан кестеңі шығып, адамдар тасаланып, саудагерлер бастарын төмен қаратып тұрды. Кербезденіп, күзетшілердің алдына түсіп келе жатқан ханшайым бір уақыт әшекей сататын жігіттің алдына келіп тұра қалды. Әшекей бұйымдардың ішінен бір алқаны таңдап алып, әмиянынан 1-2 дирхамды алып жігітке ұсынды. Ақшаны алып жатып жігіт көз қиығымен қараған еді, ханшайым көркіне көз тоймастай хас сұлудың өзі екен. Көгілдір барқыттан тігілген көйлегі мен үстіндегі түрлі маржан гауһар тастармен өрнектелген әшекейлері күн нұрына шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Жібек маталы орамалы мен жүзін жапқан бет пердесінің үстінен ботадай болып көрініп тұрған көздері саудагер жігітке сұқтана қарап, жігіттің көзіне назар салғанын байқап сәл ғана жымиып күлген еді. Осы бір сиқырлы күлкіден кейін жігіттің есі жоғалып, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылады. Бойын ғашықтық дерті кернеп көзін жұмса, көз алдына жымиған ханшайымның бейнесі елестейді. Кейде ханшайымның қолынан жетектеп, раушан лала гүлдердің арасында жүргендей болады. Тіпті ақын болып, ғираттан ұшқан кептерім, шираздан жұлған раушаным, кердең басқан киігім, ләззаты терең биігім деп өлең жазып, сонымен азда болса мауқын басқан болады. Осылайша бүкіл ісін жиып қойып, ханшайымды аңсаумен жігіттің 7 жыл өмір өтіпті. Жыл өте ханшайым тағы сол нөкерлерімен базарға келіп, бұл жолы да әшекей сататын жігіттің қасына тоқтайды. Осы кезде бар сезімін ақтарып айтуға бел буған жігіт басын көтеріп, 7 жыл бұрын сіз маған қарап жымиып күлген едіңіз. Сол күлкіңіздің мәнісі неде? Деп сұрайды. Сол кезде тас жүрек ханшайым, әй бейшара, мен сенің сол кездегі ұсқынсыз бейнеңе қарап жаным ашып күлген едім, деген екен. Бұл ескі қиссаны әркім әртүрлі түсінеді, бірақ негізгі мағынасында көңіл қалауыңа еріп, өз мақсатыңа тура келмейтін, әрі саған қайырсыз болған істің соңына түспе, деген сабақ алынады. Ал сіз бұл оқиғадан қандай ой түйдіңіз? Думан Сайфулла.